40-шы сұрақ. АОБ бұрышы 140 градусқа тең. ОС сәулесі осы бұрышты 3 және 4 сандарына пропорционалды етіп 2-ге бөлді. Пайда болған бұрыштардың кішісін табыңыз. Міне бізде АОБ бұрышы, ОС сәулесі оны 2 бөлікке бөлді. АОС және СОБ. Және пайда болған екі бұрыштың қатынасы 3 пен 4 сандарының қатынасындай. АОС және СОБ бізде 3 пен 4 сандарымен бірдей қатынасады. Олардың қосындысы белгілі. Өйткені АОБ олардың қосындысы. Қараңыз, біз бұрыштардың өлшемдерін білмейміз. Мына жақта неше, мына жерде неше. Сол үшін не істейміз? Мына жерге жанына x жазамыз. Өйткені олардың қосындысы 140 болса, 3 пен 4 олардың мөлшерлері емес. Сонда мынау 3 градус емес, мынау 4 градус емес. Олардың қысқартылған түрлері. Қандай санға қысқарттық біз білмейміз. Сол санды x деп аламыз да, бірақ біз білеміз олардың қосындысын. Сонда 3x қосылған 4x тең болады 140-қа. Оны біз білеміз. Мына жерде қосқанда 7x тең 140. Және x-ті мәнін табу үшін 140-ты 7-ге бөлеміз. X-ті мән тең 20 градус. Сонда қараңыз, пайда болған бұрыштардың кішісін табыңыз дейді. Кішісі мына жерде мынау АОС бұрышы. Мынау 3x. Оның мәнін табу үшін x-ті білсек, біз жай 3-ті 20-ға көбейтеміз. 3 көбейтілген 20 шығады 60 градус. Ол бізде АОС бұрышы. Міне 60 градусқа тең. Жауаптардың ішінен С жауабы 60 градус дұрыс.